Ада жігіттері қолым сындырды дедіңіз ғой? Сындырды. Ол ұлтшыл азаматтар неге қарсы болды сізге сонша ол кезде? Сатылған. Кімге сатылған? Ақша берген жерге. Тапсырыс орындап дейсіз? Тапсырыс орындап, сонымен салып кетті бәрі. Сотталды бәрі. Қазір енді мынау діни басқармамен қарым-қатынасыңыз қалай сіздің? Әпсаттар қажымен? Мен біреумен шатағым жоқ, бауырым. Біреумен басараздығым жоқ. Кім қалай ойласа, олай ойласын, мен біреумен басараздығым жоқ. Мен өз жолымды білемін. Бітті, тамам. Қазір енді жағдайыңыз жақсы ма бұлай? Материалдық жағдайыңыз сізді? Мен материалдық жағдайым жақсы, жаман деп наған емес, мен барында, жоғында бір Аллаға сеніп қойған адаммын. Жоғына да, барына да шүкірлік қылатын адаммын. Сол үшін анау деп, мынау деп отыру маған жараспайды. Мүфти кезіңізде дүние жиған жоқсыз ба деген? Сол дүние жиған болса тауып берсін. Мен осы дінімді көтерсем, халыққа үлес қоссам деп жүре беріппін, сөйтсем, ол басқаша молдысы бар екен ғой, оны біз ойламаппыз. Бұл отырғанның бәрі дегеннен дүние жию керек екен, басқаша өту керек екен, біз оны ойламай, Құдай жолында істей берсе, халқымыз аман болса, халқымыз қадірімізді білет, сол бізге керек сол деп жүре беріппіз. Оған өкінесіз бе енді? Жоқ, мен өкінбеймін, өкінетін ешқандай, мен өз ниетіммен істегенмін. Бірақ қазіргілердің ісіне қарағанда менікі әшейін бір белсенділік сияқты көрініп қалып тұр да. Осы кейде бір пиғыл байқалады, осы азаматтар мешіт салады ғой, бір кейбіреулер бизнес мақсатында салатын сияқты ма, сонда түскен ақшадан пайда көру үшін. Мешітке түсетін ақша осы қайда жұмсалады? Енді мешітке әр жерде әр түрлі. Мәселен, орталық мешітке жақсы түседі. Өйткені халықтың тығыз орналасқан жері. Көп келеді ғой адамдар. Адамдар көп келеді, оны кейін халықтың тұрмысты жері. Ал енді ауылдық мешіттердің көбісінің жағдайы нашар. Күн көруі қиын, айлық аламайды. Мен есікке барғанда бір жыл айлық алғаным жоқ. Енді сіз сонда сол жаңағы светтерге бір мекемелерден алдыртып, көмек қылдырып төледік. Бір жыл. Енді беделіңізді пайдаланып, жағдайын дұрыстаған шығарсыз мешіттің? Сөйтіп, кейін соны пайдаланып 280 қанша мыңға сол өмірінде ремонт көрмеген екен, соны ремонт аттым. Ал 12 былтыр қанша миллион неге 1 миллионнан астам теңгеге тәрәтхана нелердің бәрін қайтадан есік терезесін несін бәрін ауыстырып қайтадан істеттірді. Бұның әйтеуір менің жүрген жерім тек еңбек құсайды, рақатын біреу көру, еңбегім мен істейтін сияқтымын. Мен солай көрінетін маған. Соңғы сұрақ. Қазір халал тағамдар деп шығып жатыр ғой елімізде. Иә. Сіз солардың дәмін татып көрдіңіз ба, соларға байланысты? Мен дәмін татып көрдім. Бірақ енді сол адамдарға Құдай өзі нысабын берсін. Енді халал деп сатып атыр, енді харам халал екенін мен қаяқтан білейін оны. Не қосып жіберетін бір Алла біледі. Әйтеуір халалдықына солар тырысқан болсын, Құдайдан қорқатын адамдар болсын деп тілеп отырмыз, басқа еш нәрсе жоқ. Оның енді дәмінен ешкім білмейді ғой, оның халал ма басы. Дәмін білдірмейді ғой, неше түрлі химиялық. Малды сойған кезде қарап тұрмаса. Иә. Сойғанда да кейін өзгертіп жіберуі мүмкін ғой. Арасына басқан нәрсе тығып. Енді бар жолдарда ешектің етін шашылық қып сатып жүргендерді көп емес па. Басқаның сол сияқты нәрсе де. Жасаған адамның өзіне ынсап берсін дейсіз. Ынсап солардың өзіне берсін. Осы айтқаныңыздың бәрі өз сөзіңіз ғой? Мен өзім сөзім. Мен біреуден сұрап тұрғаным жоқ қой. Рахмет, Хазірет. Жақсы айналайын. Қадірлі көрермен, бүгін біз студия төрін Есік қаласындағы орталық мешіттің имамы, бұрынғы мүфти Рәпбек қажы Нысанбайұлына ұсындық. Келесіде кездескенше аман сау болыңыздар.